Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге түркі қазақ арнасы және біз бүгін видеода Ұлы түрік тарихы атты кітапқа анбоксинг жасап және оған қысқаша шолу жасайтын боламыз. Бұл Ұлы түрік тарихы атты кітап түркілердің тарихы жайлы баяндайтын жақсы кітап болып табылады. Сондай-ақ түркілердің ұлы ел билеушілері, түркілердің ұлы қолбасшылары, түркі тарихындағы ұлы тұлғалар жайлы ақпарат беретін өте жақсы кітап болып табылады. Сондай-ақ бұл кітапта Шыңғыс ханның ата-бабалары, Шыңғыс ханның дәуірінде өмір сүрген алпауыт үлкен империялардың елбасылары, сондай-ақ Шыңғыс ханның ұрпақтары жайлы да көптеген ақпараттар берілген. Шыңғыс ханның ұрпақтарынан оның ұлдары мен балалары, оның немерелері мен шөберелері, сондай-ақ оның ұрпақтарының шежіресі, одан кейінгі қазақ хандығының негізін қалаған ұлы қайраткерлердің ата-бабаларының шежірелері көптеп баяндалған. Міне осындай бір кітапшаға біз бүгін қысқаша шолу жасайтын боламыз ағайындар. Бұл кітапша біздің арнамызға, яғни бізге қолымызға келіп түсті. Сол себепті біз сіздермен осындай видео арқылы болса да, сіздермен осы бір ақпаратты бөлісуді жөн көрдік. Ал енді кітабымызды ашуды бастайық, құрметті ағайындар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл кітаптың салмағы әжептәуір ауыр. Бұл қорапшада екі кітап жайғасқан. Ол кітаптың әрқайсысының салмағы 3,5 килограмм. Біз қазір енді ашып көреміз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, бұл кітаптың біреуінің өзі 3,5 килограмм. Егер қателеспесем, әжептәуір салмақты. Үлкен кітап. Әжептәуір үлкен кітап. Мынау екіншісі, екеуі де бірдей. Екеуі де бірдей кітап. Енді бұл кітапты ашып көрсетпесем дұрыс болмайтын шығар. Осынша видео жасағаннан кейін сіздерге бұл кітапты мен қазір ашып көрсетемін. Құдай қаласа бұл кітапты сіздер Түрк Академиясының интернеттегі ресми сайтынан электронды форматын оқып көрсеңіздер болады. Сол Түркі Академиясының интернеттегі ресми сайтына кіріп, осы кітаптарды сіздер оқып таныссаңыздар болады ағайындар. Міне, бірінші беті жаңадан шыққан кітап, 2021 жылы шыққан кітап. Міне мынандай жылтыр қағазға басылған әдемі кітап. Құдай қаласа, алдағы уақытта сіздерді осы кітапта келтірілген ақпараттармен қысқаша болса да видеолар жасап, сіздермен де осы бір ақпараттарды бөлісіп
отырсақ деген ойымыз бар. Бұл жерде бір жақсысы мынадай дәлелдермен, суреттермен келтірілген ақпараттар көп ішінде. Мынандай карталармен, көрдіңіздер ме мына? Осы карталар шын мәнінде бар карталар, тарихи, көне тарихи кітаптар. Және де мынау орыс ғалымдарының Рашид ад-Диннің Жамиғат Таварих кітабының аудармаларынан келтірілген орыс ғалымдарының кейбір сол Рашид ад-Диннің кітаптарын аударылмай қалдырып кеткен жерлері, немесе аудару керек болған сөздерді дұрыстап аудармай басқаша аударып кеткен жерлерді де автор келтірген екен. Дәлелдермен, дәйектермен. Мына осындай суреттермен бейнеленген әжептәуір ауыр кітап. Қолды да талдырып жіберетіндей дәрежеде. Міне мынандай көркем суреттермен бейнеленген мынандай карталар. Жош хан жайлы ақпараттар. Енді бұл жерде ақпараттар көп енді. Жақсы оқып шығу керек болған қазақ тарихына, қазақ тағылымына керек дүниелердің бірі деп ойлаймын. Құдай қаласа қазақтың тарихын қайта тіктеуде, Құдай қаласа өз септігін тигізсе, бұл жақсылық болар деп ойлаймын. Мынау Рашид ад-Диннің Жамиғат Таварих кітабынан алынған иллюстрация болса керек. Шыңғыс ханның тақта отырған суреті. Бұл Ғазан ханның тұсында салынған суреттер болса керек, егер қателеспесем. Ғазан хан бұл Арғын ханның баласы ғой. Мына жерде Шыңғыс ханның ұрпақтарының шежіресі дейді. Мынандай Шыңғыс ханның ұрпақтарының шежірелері келтірілген. Міне, көздеріңіз білесіздер, Шыңғыс ханның ең үлкен баласы Жошы хан, Шағатай, Үгетай, Төле. Бұлар бөртеден туған. Шыңғыс ханның бірінші әйелі бөртеден туған балдары. Одан кейін Құлы хан, бұл Күлән деген әйелден туылған. Шыңғыс ханның екінші әйелі Күлән деген. Одан кейін Шыңғыс ханның үшінші әйелінен туған Жауыр деген бала болған. Бұл Жауыр деген бала жастайында қайтыс болып, одан ұрпақ қалмаған. Одан кейін Шыңғыс ханның күндерден туған тағы да екі баласы болған. Жұршытай, одан кейін Оржақан деген. Мынау 6 баласы, Жауыр енді кішкентай кезінде қайтыс болып кетті ғой. Мынау 5 баласы, 5 баласына Шыңғыс хан дәрежесін берген. Яғни бұлардың ұрпақтарының барлығы хан әулетіне жататын және хандық мұрагерлікке мирасқор бола алатын хан әулетінің мирасқорлары болып табылған. Құлы ханға да осы бөртеден туған 4 ұлының сияқты хан дәрежесін бекіткен Құлы ханға. Жауыр жас кезінде қайтыс болған. Мына Жұршытай мен Оржақандар бұлар хан дәрежесін алмаған Шыңғыс ханның балалары. Міне осындай ақпараттар. Басқа да шежірелер келтірілген бұл жерде. Мынандай Шыңғыс ханның бодан жарға дейінгі тарихтары келтірілген бұл жерде. Жалпы
тарихтан біраз ақпарат беретін кітап деп айтуға болады. Құдай қаласа, сол интернет кеңістіктеріне де көптеп жариялау керек сияқты. Ал енді құрметті отандастар, құрметті көрермендер, осындай қазақтың тарихынан ақпарат шертетін кітаптарымыз көбейе берсін. Еліміз көркейе берсін. Жұртымыз аман, еліміз тыныш болсын. Еліміздің тұғыры мәңгі болсын. Қазақ халқы жасасын, мәңгі болсын. Осындай ниеттерді тілей отырып, баршаңызға амандық тілеймін. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар, ағайындар.